Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен төл сөз және автор сөзі деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Төл сөз дегеніміз біреудің сөзін өзгертпей, айна қатесіз, аузынан шыққанда қалай айтылса, дәл сол күйінде жеткізуді айтады екенбіз. Ал төл сөзді жеткізуші адамның сөзін автор сөзі дейміз. Мысалға, ғылым таппай мақтанба, дейді Абай. Осы жерде төл сөз Абайдың аузынан шыққан сөз мынау ғылым таппай мақтанба. Байқап отырсың ба? Төл сөз тырнақшаға алынады көп жағдайда. Ал дейді Абай деген осы Абайдың сөзін жеткізіп тұрған адамның сөзі. Мысалы, мен осы сөзді оқушыларға мысал қылып айтып тұрған болсам, мынау менің сөзім болады, дейді Абай деген. Автор сөзі дегеніміз мына төл сөзді жеткізуші адамның сөзі екен. Төл сөз бенен автор сөзінің орналасу тәртібі төрт түрлі болып келеді. Олар ең бірінші жағдайда төл сөз автор сөзінен бұрын тұрады. Міне тура жоғарыдағы мысал сияқты. Ғылым таппай мақтанба, дейді Абай. Немесе, ертең сабаққа кешікпеңдер, деді мұғалім. Осы жерде ертең сабаққа кешікпеңдер деген сөз мұғалімнің сөзі, яғни бұл төл сөз. Ал деді мұғалім деген ол автор сөзі. Сол төл сөзді жеткізіп тұрған адамның сөзі екен. Екінші жағдайда автор сөзі төл сөздің алдынан келеді. Автор сөзі алдында келген кезде төл сөздің автор сөзінен кейін қос нүкте қойылады. Содан кейін ғана барып тырнақша ашылады да сол төл сөз жазылады. Мысалы, мынаны былай айтуға болады. Абай былай дейді, ғылым таппай мақтанба. Міне, Абай былай дейді деген автор сөзі. Сол былай дейді дегеннен кейін қос нүкте қоямыз да, сосын тырнақшаны ашып, ғылым таппай мақтанба деп тырнақшаны жауып, соңынан нүкте қоямыз. Үшінші жағдай, төл сөз автор сөзінің арасында келінеді. Яғни, төл сөз ортасында келеді де, екі жағында автор сөзі болады. Мысалы, Абай ғылым таппай мақтанба деді. Сонда Абай және деді деген екеуі де автор сөзі. Бұл төл сөзді қоршай орналасып тұр. Мінекей, төл сөз автор сөзінің арасында келген кезде әуелі төл сөздің алдынан қос нүкте қойылады, тырнақша ашылады, және тырнақша жабылмас бұрын әлі автор сөз біткен жоқ қой. Сондықтан үтір сызықша қойылып, содан кейін деді деген сөзде міне сосын барып нүкте қояды екенбіз. Міне оны былай айтуға болады. Абай ғылым таппай мақтанба дейді. Міне тура осылай кіргізуге болады екен. Төл сөз автор сөзінің төртінші түрі, орналасу тәртібінің төртінші түрі. Енді автор сөзі төл сөздің арасында орналасады. Бұл сиректеу кездесетін жағдай. Бірақ сөйлемде көп құрамды салаластар, көп құрамды сөйлемдердің арасында, төл сөздің көп құрамды түрлерінің арасында көбірек кездеседі. Мысалға, өнерпаз болсаң, дейді Абай, өр бол, әркімге басыңды име, өнеріңді мақтан тұт, асқақ ұста деген сөз. Ал енді қара, осы жерде дейді Абай деген автор сөзі. Міне автор сөзі төл сөздің арасында орналасып тұр. Бұл кезде мына жерге міндетті түрде тырнақша қойылмайды. Екі жағынан үтірмен сызықша қойылып отыр автор сөзінің. Әуелі тырнақша ашылады, тырнақшадан кейін төл сөз келіп жатыр ғой. Өнерпаз болсаң, себебі әлі төл сөз толық біткен жоқ, дейді Абай. Міне автор сөзі келіп тұр. Ары қарай төл сөздің аяқ жағы өр бол. Міне содан кейін ғана барып тырнақша жабылады да, лепті сөйлем болғандықтан, асқақ айтылғандықтан леп белгісі қойылады екен. Сонымен төл сөз бенен автор сөзінің орналасуының төрт түрлі тәсілі бар екен. Төл сөз дегеніміз біреудің сөзін өзгертпей, дәл сол күйінде жеткізу екен. Ал автор сөзі дегеніміз осы төл сөзді жеткізуші адамның сөзі екен.